Бүгінгі күнде онкологиялық қатерлі ісікті емдеген кезде сәуле терапиясы ең басты емдеу тәсілдерінің бірі болып есептеледі. Сәуле терапиясы өз алдына сыртқы және ішкі сәуле терапиясы болып екіге бөлінеді. Брахиотерапия кезінде ісіктің емдейтін сәулелену көздері ол жағы ісіктің ішіне немесе ісіктің жанына орналастырылады. Сондықтан оны брахиотерапия деп атайды. Бүгінгі күнде біздің орталықта сәуле терапиясын жүргізуге заманауи соңғы жүйелер қойылған. Брахиотерапия көбіне 80% жағдайда онкогинекологиялық патологияларда жүргізіледі. Сыртқы сәуле терапиясынан айырмашылығы өте жоғары дозаларды аз уақыт ішінде біз ем жүргізе аламыз. Бүгінгі күнде аппликаторларды қойған кезде біз толығымен дұрыс қойылды ма, ісіктің орнына дұрыс дозалары беріліп жатыр ма, міндетті түрде аппликаторларды біз уақытша қоямыз. 4 сеанс алатын болса, 4 рет анестезия беріп, 4 рет аппликаторларды қоямыз. Аппликаторды қойылғаннан кейін міндетті түрде қадағалау үшін КТ, МРТ тексерістерге жіберіледі. Сол МРТ мен КТ-ның кескіндерін айқындап, дәрігер қарайды, аппликатордың дұрыс тұрғаны анықталынады. Онымен қоса МРТ симулятордың көмегімен кескіндер бойынша біз ісіктің толық шекарасын анықтай аламыз. Сосын МРТ КТ-ның кескінін алғаннан кейін радиациондық дәрігер міндетті түрде жатырдың мойнындағы ісікті ғана суретін салады. Соны салады, сосын міндетті түрде қуықтың, тікшектің толығымен әрбір 2 мм сайын кескін толық салып шығу керек. Өйткені брахиотерапияның кезінде берілетін сәулелік дозаның көлемі өте жоғары. Жоғары доза ісіктің өзіне берілген кезде тікшек пен қуықта кері әсерлерін азайту керек. Сосын брахиотерапияны жүргізген кезде тек қана радиациондық онкология емес, бұл командалық жұмыстар, бұған анестезиолог дәрігер деп айттық. Сосын ең басты бізде медициналық физиктер бар. Ол кісілер жоспарды жасайды, емдеу жоспарын. Жоспар дайын болған кезде радиациондық онколог пен медициналық физиктер жоспарды талқылайды. Әрбір денеміз мүшеміздегі әрбір ағзаның өзінің төзімді дозасы болады. Сәуле брахиотерапияны жоспарлаған кезде ісікке жоғары дозаны беріп отырып, қуық пен тікшектің төзімді дозасынан біз аспауымыз керек. Өйткені одан асып кететін болған жағдайда сәуле терапияны аяқтағаннан кейін, біршама уақыттардан кейін асқынулар болуы мүмкін. Ең басты мақсаты бұл сәуле терапиясынан кейін асқынуларды төмендету. Міндетті түрде бүгінгі күнде жатыр мойнының қатерлі ісігінде біз европалық эмбрейс протоколдар бойынша емдейміз. Бірінші этапта міндетті түрде сыртқы сәуле терапия жүргізілсе, екінші кезеңде міндетті түрде брахиотерапияда 4 сеанс беріледі. Ол дүниежүзілік стандартқа сәйкес.